Сәлеметсіздер ме? Менің атым Беркалиева Гүлмира Губайдуллиевна, жоғары аграрлық техникалық колледжінің арнайы мұнай газ пәндері оқытушысымын. Қазіргі уақытта колледжіміздегі мұнай және газ кен орындарын пайдалану мамандығы бойынша оқитын МГ 441-1 Қ тобы диплом алып тәжірибеден өтуі тиіс еді. Бірақ елдегі жағдайға байланысты студенттеріміз өндіріске жібермей үйлерінде карантинде отыр. Осыған байланысты диплом алды тәжірибе қашықтықтан оқыту арқылы жүргізу ұйғарылды. Мен қашықта оқыту сабақтарын Google Classroom қосымшасымен өткіземін. Міне қазір сабақта басталады. Сол сабақтың барысын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Сабақ басталмастан бұрын материалдарымды дайындап, тапсырмамды жүктеп, черновиктерге пайдаланатын сөздерімді жазып қойдым. Енді соны қазір балаларға жіберемін. Сағат 1-де сабақ басталу керек. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе деп жазып қойдым. Қазір студенттер сағат 1-де шығып, осыған комментарий жазу керек. Сәлеметсіз бе деп маған жауап береді. Сол арқылы мен олардың сабақта отырғанын, Google Classroomға кіргенін бақылап отырамын. Содан соң екінші дайындап қойғаным бұл үй тапсырмасын сұрау. Өткен сабақта өртке қарсы қорғаныс бойынша инструктаж деген тақырыпты өттік. Сол тақырып бойынша үй тапсырмасын дайындап қойдым. Соны қазір жіберемін. Үй тапсырмасын True False Activity'nin орындаймыз. Мұнда 5 сұрақ берілген, яғни оның ішінде дұрысы бар және дұрыс емесі бар. Дұрыс болғандар True Т деп белгілеп, дұрыс еместері False F пен белгілеп, комментарийға жауап жазу керек. Осы студенттерге осы тапсырмалар берілді міне. Енді олардан жауап күтемін. Және жауап күткен уақытта сабақ барысын көрсетіп өткім келеді. Сабақтың бүгінгі тақырыбы мұнай және газ өндіру кәсіпшілігіндегі жұмысшы мамандықтар жұмысы. Яғни бүгін 3 сәуір тапсырма студенттерге берілді, уақыт берілді, 5 балмен бағаланады. Жоспары инструкцияда жазылып тұр. Яғни бүгінгі сабақта бірінші олар үй тапсырмасын тексеру үшін True False Activity'nin орындайды. Екінші бейне сабақты қарайды. Үшінші мұнай газ өндіру операторының жұмыс туралы бейне ролигін қараймыз. Досор кен орны туралы бейне сюжетті көреміз. Бекіту сұрақтарына жауап береміз. Бекіту сұрақтарында жазып қойдым. Мұнай мен газ өндіру операторының жүктелетін міндеттерін ата, өндіру скважиналарының флюидтерінің қандай параметрлерін басқарады. Оператор батырмалы олтадан тепкіш сораптық қондырғы жұмысын бақылауда қандай параметрді басқарады деген сұрақтар берілді. Сонымен қатар бүгінгі күннің үй тапсырмасы да жазылды. Дәрісті конспектілеу, оқу, бейнероликтерді қарау, досор кен орны туралы ақпарат жазу. Және мынандай файлдар бекітілді.
Бірінші бейне сабақ, екінші мұнай газ өндіру операторы туралы видеороликті қараймыз, және қазыналы мекен деген бағдарлама, достар мұнайы сапалы кен орны деген бейне сюжетті қарап өтеміз. Оның ішіндегі соңғы екеуі интернет ресурстарынан алынған болса, бейне сабақ өзім алдын ала дайындалып жасалған бейне сабақ. Яғни қазір көрсетемін. Бұл сабақты түсіндіру бар. Қазіргі уақытта мұнай кәсіпшілігі экономикаға әсер етуші салалардың ең бастыларының бірі болып табылады. Геологиялық барлау, мұнай өндіру, тасымалдау, өңдеу, сақтау, сату жұмысының тиімділігі әлемдік экономикалық балансына әсер етеді. Атап өткен жұмыстардың ішіндегі ең маңыздысы мұнай мен газды өндіру болып табылады. Мұнай мен газды өндіру скважиналар шоғырланған алаңдардан басталады. Ол жердегі ең басты жұмысшы мұнай мен газды өндіру операторы. Мұнай мен газды өндіру операторына келесі жұмыстарды жүргізу міндеттеледі. Технологиялық процестерді жүргізу, қондырғылар мен механизмдерге қызмет көрсету, өндіру скважиналар режимінің қалыпта ұстау, өлшеу құрылғыларының жұмысын жүргізу, қауіпсіздікті сақтау. Оператор күнделікті өзіне бекітілген скважиналарды аралайды, өлшеу құрылғыларының өлшемдерін бекітеді, тіркейді, қондырғылар мен жабдықтарға қызмет көрсетеді. Мұнай өнімінің немесе газдың шығынын болмау үшін шараларды жүргізіп, уақытылы тексереді. Жер-үсті жабдықтарының бақылау өлшеуіш құрылғыларының жұмысын тексереді. Оператор жинау, дайындау құбырларының қысым көрсеткіштерін бақылайды. Өндіру скважиналарының флюидтерінің параметрлерін басқарады, яғни шикі мұнай массасын, судың мастылық мөлшерін, газ көлемі, мұнай тығыздығы, температурасын басқарады. Газдың ретсіз шығуын болдырмау үшін өлшеу құрылғыларымен газдылықты да өлшейді. Сонымен қатар уақытылы нығыздауыштарды ауыстырып, жабдықтардың тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз етеді. Батырмалы ортадан тепкіш электрлі сорапты қондырғылардың жұмысын да бақылайды. Бұл жерде қозғалтқыштың жұмыс тоғын, оқшаулағыштың кедергісін, кернеуін, орама температурасын, сораптың қабылдау бөлімінің қысымын бақылайды. Қазіргі өндіріс интеллектуалды скважиналармен жабдықталған, барлық басқару автоматты түрде жүзеге асады. Осындай түрде бүгінгі сабақты түсіндіру бейне сабақпен, бейне роликпен жүргізілді. Бейне роликті көре алмайтын, жүктей алмайтын студенттер болса, Word түрінде де осы айтылғандардың бәрі берілді. Енді сабаққа қатысып отырған студенттерді қарау үшін лентаға өтемін. Менде комментариялар жазған екен, сәлеметсіз бе деп, яғни балалар қатысып қарап, жайлап орындап отыру керек. Үй тапсырмасын қойып жіберейік. Бұнда true false активитін орындау керек. Міне студенттер жауап қайтарып жатыр. Бұл студенттерді соңынан тексеріп, бағалап шығамын және қорытынды бағалау кезінде ескеріледі. Әлде басқалары да жаза берсін, мен тапсырманың келесі бөлімін түсіндіріп көрсетіп өтейін.
Келесі тапсырма мұнай газ өндіру операторы деген бейнесюжетті тамашалау. Біздер дипломалы тәжірибе болғасын өндіріске бара алмай отырғандықтан өндірістегі оператормен жолықтыру маңызды деп есептеймін. Сондықтан да бұл мүмкін болмағандықтан осы видеороликпен олардың интервьюін көруге тапсырдым. Жер ана берген байлықты ысырап етпей, ел игілігіне жарату менің басты міндетім. Мен әскер Кезбасаров, мұнай газ өндіру операторымын. Бұл мамандыққа келгендегі себебім бала кезімізде Қошқар елді мекенінде мұнай иісі сіңіп өскен балалық арманымыз мұнайшы болу еді. Есейе келге сол арманым орындалды. Мұнай газ саласында жұмыс жасағаныма 20 жылдай уақыт болды. Менің басты міндетім мұнай өндіру тәсілдерінің барлық техникалық процестерін жүргізу, құрылғы механизмдерін құралдау, сондай-ақ өндірілген өнімді автоматты топтық өлшеу қондырғысы арқылы өлшеу, ұңғымалардан сынама алу және тербелмелі станоктардың қалыпты жұмысын қадағалау. Бүгінгі таңда өзімнің бақылауымда тұрған 33 ұңғыма бар. Барлық ұңғымалардың басына күнделікті тексеріп, аралап жүреміз. Бұл жалғыз мен емес, қасында өзіміз ұжымдас әріптес мұнайшы жігіттер бар. Солар бәріміз бірігіп жасаймыз. Кен алаңындағы барлық өнім беру ұңғымалары автомат түрде бақыланып отырады. Егер де өнім беру көрсеткіші төмендеген жағдайда болмаса, ұңғымаларда тербелмелі қозғалтқыштардың істен шыққанын байқалатын болса, бақылаушы оператор бізге міндетті түрде хабарласып, сол ұңғыманы тексеруімізді талап етеді. Біздер тапсырма алған бойда сол көрсетілген ұңғыманың басына жедел түрде келіп, оның ақауларын анықтаймыз. Ұңғымалардың ақауын анықтау ол әр кезде әрқилы болады, кейде жеңілде тез табылатын, кейде қиыншылық тудыратын да кездер болады. Жалпы мұнай өндіру саласы бұл жеңіл жұмысқа жатпайды деп есептеймін. Ұңғымаларда қандай да бір ақау тапқан уақытта оны дереу іске қосуға барлық күш-жігерімізді жұмсап, соны тездетіп іске қосуға жұмыстанамыз. Кей кездерде түнгі мезгілдерде жұмыс жасап, таңға жақында қосқан кездерде осы ұңғыманы қалайда іске қосқанымызға қуанып, уф деп бір демалатын кездеріміз болады. Енді біздер күнделікті өзімізге қарасты ұңғымалар тексеріп жүргенде, берілген тапсырмадан да бөлек өзімізге аяқ асты кездескен ақауларды дереу жөндеп жіберетін кездеріміз болады. Бүгінде мен осы мұнай өндіру саласында мұнайшы оператор болып қызмет еткеніме мақтан тұтамын. Өйткені менің ағаларым да, анам да Ұлы Отан соғыс кезінде мұнай өндіруде жұмыс жасаған мұнайшы болды. Бүгінде мұнайшылардың жағдайын сонау тәуелсіздік алған 90 жылдардың бас жағымен салыстырғанда жағдайымыз көп жақсарды. Ол кездермен салыстырғанда сол үшін сол кездерде еңбек еткен менің ағаларым да мұнайшы болғанын жаңа айтып өттім. Олардың жұмыс жасаған кездерінде әңгімелерінен естісек, далада суық вагондарда жұмыс жасады. Олардың ешқандай әлеуметтік жағдайы болған жоқ, жатақханалары болған жоқ, ыстық тағамдары болған жоқ. Тіпті ол вақтыға келгенде, жұмысқа келгенде ішетін астарын өздерімен бірге үйлерінен алып келіп жасаған кездері болған. Бірақ қазір мұнайшыларға барлық әлеуметтік жағдай жасалынған, жылы жатақханамыз, 3 мезгіл ыстық тағаммен қамтамасыз етіп отқан асханамыз, әртүрлі спорттық шараларды ұйымдастыратын болсақ, оған арнаулы бөлмелер, теннис, бильярд, кейбір алаңдарда футбол, баскетбол ойнайтын алаңдарымыз жасалып қамтамасыз етілген. Осындай видеороликті қарау арқылы мұнай газ өндіру операторымен тілдескендей болады деп ойлаймын. Бұл бағдарламаны үнемі осы дипломалы тәжірибенің тапсырмаларына әртүрлі сюжеттерді салып отырамын. Сонымен қатар кейінесі
келесі бейнеролигіміз ол Доссор мұнай сапалы кен орны деген видеоролик. Бұл дипломалды тәжірибеге тапсырмаларға мен әрдайым бір кен орны туралы мәлімет беріп отырам. Осы қазыналы мекен деген бағдарламаның видеоролик арқылы және сол мәліметтерді қарап және ақпарат жинауды тапсырып отырам. Қазір соны тамашалап көрейік. Армысыздар, қазыналы мекен бағдарламасы Атырау облысында. Бүгін біз Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Доссор мұнайгаз өндірістік басқармасының жұмысымен танысамыз. Елімізде 1965 жылға дейін мұнай тек Ембі бассейнінде қуаттылығы төмен көптеген кен орындарында өндірілді. Оған себеп географиялық жағдай мен пайдалы қазба сапасының жоғарылығы. Мұнай кен орындары Ембі ауданының шөлейтті аймақтарында шалғай жерлерде орналасқан. Мұндағы қара алтында күкірт аз және оның технологиялық құрамы жоғары. Мұнайлы және газды Шығыс Мақат кен орны Атыраудан 120 шақырым жердегі Мақат ауданында орналасқан. Ол Доссор мұнайгаз өндірістік басқармасында өнім беру жөнінен бірінші орынды алады. Қазіргі таңда бізде негізінде 14 кен орны бар. Қазіргі таңда 7 кен орны консервацияда тұр. Временно 7 кен орны қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. Қазір ең үлкен кен орнымыз Ботахан Мақат бағытында кен орындары ішіндегі 7 кен орны ішінде сосын сонымен қатар Алтыкөл, Қошқар, Байчонас, Жолдыбай осы кен орындар қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. Шығыс Мақат кен орнын аралау үшін алдымен қауіпсіздік ережелерімен таныстық. Онсыз өндіріске баруға рұқсат жоқ. 2015 жылы мұнайшылар берілген жоспарды 650 тоннаға артық орындады. Сөйтіп, бір жылда 411.750 тонна мұнай өндірген. Мамандардың айтуынша бұл 101%-лық көрсеткіш. Айта кететін жайт, мұнда 91 ұңғыма жұмыс істейді. Енді қаралған геотехникалық шаралар бойынша жоспарланған 18 ұңғыны қазып бітірдік. Содан 23 мың тоннадай мұнай өндірдік және күрделі ұңғыларды жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жоспарланғанымыз 58 ұңғы болса, соның 58-інде орындап, қосымша 12.900 тоннадай мұнай өндірдік. Қыстың қаттылығына және жаздың аптап ыстығына қарамастан мұнайшылар өз міндеттерін уақытында атқарып отырады. Мына жерге жұмысқа келгенде станок качалканы бірінші айналап қарап шығып, сосын тормозға қойып, айналасын қарап, ақау өткен жерлерді қолымда маймен болса майлап, сайлап, біз қайтадан ходқа береміз. То линия неге барады, скважин деп жетіп жатады, насостар бұзылып жатады, басқа да линиялар жарылып жатады. Сондай жұмыстарға әртүрлі жұмыстар жасай береміз. 82-ден бастап жасап жатырмыз. Осы Мақат мұнайгаз болды, одан Доссор мұнайгаз болды. Қазіргі таңда осы Шығыс Мақат алаңында жұмыс жасап жатырмыз. Кен орнында бас аяғы 130 адам еңбек етеді. Бұл салыстырмалы түрде көп емес. Дегенмен де мұнайгаз өндірісі тоқтамайды. Шығыс Мақат 1993 жылдан бері эксплуатацияға берілген. Содан бері мұнай өндіріп, мақсатымызды орындап, жылдан жылға бурение қазып, күрделі жұмыстар жүргізіліп, осы жылдан жылға планымыз орындап, добычымыз көбейіп келе жатқан. 68 адам жұмыс жасайды мұнай газ өндіру бригадасында. Оның ішіне мұнай өндіру бригадасының операторлары, соның ішінде жерасты қабат қысымын сақтау бригадалары, сосын мұнай
құрал жабдықтарын жөндеу бригадасына станок качалкамызды, насостарымызды жердің бетіндегі мұнай газ айдауға, тасымалдауға көмектесетін бригадамызда солардың құрал жабдықтарды жөндейтін. Цех 3 бригададан құралады. Осындай бағытта видео роликті тамашалау арқылы, яғни Достор кен орнына балалар экскурсия жасайды деуге болады. Ондағы жұмыспен танысады, ондағы жұмысшылардың міндеттерімен танысып, өздерінің білімдерін арттырады деп ойлаймын. Тапсырманы студенттердің орындап жатқанын тағы да бір тексеріп аламын. Яғни үй тапсырмасы бойынша 11 кісі жауап берген екен. 7 кісі жауап жазған. Мүмкін кейбіреулер просто жазбаған шығар, өйткені орындап отырғандардың саны көбірек. Осыларды қарап отырам, уақыт әлі бар. Сол уақыттың ішінде тапсырмада берілген тапсырмаларды орындап жүктейді. Жүктегендерін көтем және жүктеген тапсырмаларды уақыт аяқталғанда тексеріп, үй тапсырмасын қоса алғанда, яғни ескере отырып бағалаймын. Бір кісі тапсырыпты, соның жауабын көруге болады. Солтан. Да, бекіту сұрақтарына жауап берген. Осыларды оқып шығып, қарап шығып, дұрыс болса бағалап отырамын. Мысал ретінде Сұлтанға 5 деген бағаны қойып көрсетейін. Басқалар әлі тапсырған жоқ, өйткені уақыт берілген жоқ, біткен жоқ. Уақыт біткеннен кейін бәріне бағалап шығамын. Және үй тапсырмасы инструкцияда берілді, оны да олар салу керек кешке шейін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.